кезінде біз барлық детальдарды орналастырамыз. Яғни біздің матамыз жеткілікті ме, жеткілікті емес па, соны қарап аламыз. Сосын арнайы инемен әрбір лекаланы матаға қыстырамыз. Детальдарды пішіп алғаннан кейін біз әрбір детальді бір-бірлерімен қосамыз. Яғни жаны мен жанын қосамыз, сосын мына кеудешесін қосамыз. Тура солай астына тігілген хыба матамыз, яғни бұл біздің астарымыз, оларында барлық детальдарын осылай қосып тігіп аламыз. Барлық детальдарды бір-бірлерімен қосып болғаннан кейін мына жерде өңін қосып бір-бірлерімен тігеміз. Тігу барысы кезінде арнайы инемен, мына иық сызығымен барлықтар бір-біріне сәйкестендіріп қосып аламыз.